Сәлем достар, өздеріңіз білесіздер, менің парақшамда бірнеше жаңалықтар болып жатыр. Олардың ең үлкені Шеберлер фестивалін ұйымдастырып жатырмыз. Шеберлер фестивалі 18-19 маусым күндері Алматы қаласында Жолдасбеков атындағы студенттер сарайында болып өтеді. Бұл фестивальға егер сіз шебер болсаңыз, үйде отырып тігетін тігінші болсаңыз, тіпті кез келген өнімді ағаш ұстасы, жаңағы күміс ұстасы барлық шеберлерді біз осы отандық өнімді қолдау мақсатында осы шеберлер фестивалін ұйымдастырып жатырмыз. Өтініштер қабылданып жатыр, әлі де өтініштерді жіберіп үлгересіздер. Ендеше біз не істеп жатырмыз тағы да. Дәл осындай бэкстейдж видеоларды күнделікті түсіріп тұратын боламыз. Өйткені біздің фестивальдің дайындық барысын барлықтарыңыз хабардар болып отырыңыздар және көріп отырыңыздар, және жарнама есебінде осыны біз жасаймыз. Одан кейін тағы бір үлкен жаңалығым, біздің бұл фестивальда менің жеке кешім ұйымдастырылып жатыр. Яғни күндіз фестивальді өткізетін болсақ, шеберлер фестивалін, кешке мен өзімнің жеке би кешімді ұйымдастырып жатырмын. Сол үшін біз мынаны қазір барлық жерде өтетін жерлердің барлық залдарының біз рассадкасын алдық. Өте жақын арада билеттерді сатылымға шығарамыз. Ендеше сіздерге қандай дайындықтар болып жатқанын көрсете кетейін. Міне менің дайындықтарым. Өткенде мен Өзбекстанға барған кезде осындай папахалар алған болатынмын. Яғни біздің би кешімізде жігіттер және қыздар билейді. Сол жігіттер үшін алынған папахалар. Бұны сол жақтың тілімен айтқанда шөгірме деп айтады. Шөгірмені Хорезм биіне билейтін болады. Шөгірмемен және бұл грузин билеріне, тау халқы билеріне өте көп қолданылатын, түркмен халқының билеріне көп қолданылатын бас киім. Бұндайдан біз өткенде Хорезмге барған кезде алдым. Хорезм Хиваға барған кезде, одан кейін осындай керемет зергерге осындай тақия тапсырыс берген болатын. Бұл менің өзімнің жеке биіме. Қарасаңыздар болады. Керемет. Бұндай темірлерден жасалған тақия тек қана кәсіби бишілер тапсырыспен алып. Және осындай тағын әшекей бұйымдары. Осындай әшекей бұйымдары, одан кейін менің биші қыздарым болады. 4 биші қыз, 4 ұл бишілер, соларға арналған осындай тақияларды алып келген болатын. Бұл менің Өзбекстанға бару іс-сапар болатын. Сондықтан осы іс-сапарға көптеген жаңағы жоспармен барғанмын. Бұл концертті біз біраз жылдан бері ұйымдастырып жатырмыз, ойлап жатырмыз, жоспарлап жатырмыз. Бұл андижанский полька деген биге арналған тақия. Бұны да біз сол жақтан алғанбыз, естеріңізде болса, Чарсу базарынан алдым бұны. Одан кейін бізде осындай екі бас. Көріп тұрсыздар ғой, бұл бастарды біз не үшін қолданамыз? Бұл фестивальға жарнама есебінде шақыратын, яғни промо деп айтамыз ғой, промо. Көбісі бұны алдар көсеме дейді, біз бұны алдар көсе емес, атын Айсұлтан қойғымыз келіп жатыр. Осылай сіздерді фестивальға шақыратын болады, яғни промо, жігіттер, қыздар осылармен жұмыс жасайтын болады. Яғни буклет тастап, бұл жерде әлі шашы дайын емес, сондықтан шашын дайындап, ертеңнен бастап іске кірісеміз. Тағы да сіздерге көрсете кететін тағы бір керемет, осы менің жігіттерімнің аяқ киімі, бұны да мен тапсырыспен тіккізгенмін, өте кәсіби аяқ киімдер. Бұл келіп, дайын болып, өзіміз мәз болып жатырмыз. Және енді қазір қыздардың аяқ киімдері дайын болып жатыр, ол жайында да ақпараттар беретін боламын. Және өзімнің биіме арналған қандай костюмдерім дайын. Мына жерде енді ұлдар мен қыздар әдемі андижан биіне арналған осындай костюмдер тігіліп дайын тұр. Бұның әлі шалбары дайындалу керек, бұл жайында да процесте түсіремін. Қазақ биінің костюмдері де біразы тігіліп жатыр, оны алдағы бэкстейдждерді көрсететін болам. Одан кейін менің жеке билерімнің арасында тәжік биінің биі бар. Міне, тәжік бие, яғни біздің жеке билерінің арасында осындай тәжік бие. Тәжік бие қарасаңыздар, сары киім, барлығы тамбурный вышивкамен жасалған. Және ол тәжік биінің тақиясы, екі тақия бар, екі шарф, екі тақия жасалған бұл жерде. Соның қайсысын қазір таңдап жатырмыз, қайсы варианты дұрыс деп. Мен енді хореографым әлі келген жоқ, жақын арада хореографым келеді. Сол хореографым келген кезде осы екі шарфтың қайсысын қолданам? Мынау шарф па, немесе мына шарф па? Бұл енді ол да тапсырыспен жасалған шарфтар. Тәжік биінің ұлттық нелері, биге арналған киімдері.
Осы екеуінің біреуін алатын боламын, және екі тақиясы бар, мынандай тақиясы бар, және мынандай тақиясы бар. Бұл енді менің өзімнің ескі тақиям. Осында қолдансақ болады, енді қайсысы ыңғайлы, соны істейміз. Және тәжік биінде де мына жерінде күміс түстес әшекейлер керек болады. Так, одан кейін мен Ташкентке барғанда өткенде осындай тапсырыспен көйлек тіккізген болатынмын. Хорезм биіне арналған. Мүмкін алдағы уақытта Хорезм биінің костюмын ауыстыру мүмкін, өйткені цвет менің артында билейтін бишілермен цветі кішкене келмей тұр. Сондықтан кішкене қателесіп тапсырыс беріп қойдым. Бұны қайтадан тапсырыс беруім керек па, қайтадан тігіп шығуым керек па деген ой бар. Мынау енді үстіндегісі, оның накидкасы. Дегенмен бәрібір керек костюмдер ең және тағы бір көрсете кететін керемет дүнием бар қазір. Қарай салыңыздар. Мына жерде бұл енді әр бидің өзінің ұлттық киімдерін, ұлттық зергерлік бұйымдарын, әшекей бұйымдарын алып жатырмын. Менің концертімде, яғни жеке концертімде бірнеше ұлттың билері болады. Яғни бұл тек қана бір ғана бағытта емес, бірнеше бағытта жұмыс жасайтын боламыз. Бұл енді өзбек биіне арналған сырғалар. Алдағы уақытта басқа да қазақ биінің сырғаларын, оларды жасатып жатырмын. Шолпы, шашпау деген нәрселерді, білезік деген дүниелерді әлі жасатып жатырмын. Міне бұл білезіктер және мынау ұлттық әшекейлерді мен өткенде Нүкіске барғанда тапсырыс берген болатым. Бұл әшекейдің аты әребек деп айтылады. Бұл әребекті осылай үнді билеріне тағатын сияқты, бірақ үнді би емес, бұл Қарақалпақ ұлттық биіне арналған дүние. Және бұл әшекейдің аты хайкел. Хайкел деген хайкелсіз бишілер билемейді. Сондықтан бұл міндетті түрде тағы бір атрибут болып есептеледі. Бұны да мен зергерге тапсырыс беріп жасатқан болатынмын. Қазіргі уақытта тағы бір зергер менің қазақша жаңағы нелерімді дайындап жатыр. Әшекейлерімді дайындап жатыр, сондықтан уайымдамаңыздар, қазақ билері өте көп болады. Бұл неде? Қазақ билері жайындағы жаңағы костюмдер жайында мен тағы да көрсететін боламын. Бұл екі жаңағы белдікке тағып қоятын тағы да әшекейлер. Осындай дүниелерді мен қазіргі уақытта дайындап жатырмын. Алдағы уақытта әлі көптеген билеріміз бар, әлі көптеген билеріміздің қойылымдары қойылу керек. Менің бекстейжімді жіберіп алмаңыздар. Егер сіздерге осындай бекстейждер қызық болса, астына комментарийға міндетті түрде жазып кетіңіздер.